майонез ағып кетпейтін подшуба. Сәлем достар, бұл видеода подшубаны дәмді, әдемі және дұрыс қабаттауды көрсетемін. Ең алдымен қызылша, сәбіз, картоп және жұмыртқаны кастрюльге саламыз. Аздап тұз қосып, су құйып, отқа қойып пісіріп аламыз. Көкөністер пісіп болғаннан кейін суытып, сырттарын тазалап аламыз. Енді селек балығын жақсылап сүйектерінен ажыратып тазалаймыз. Содан кейін текшелеп тураймыз. Сарымсақты бір ыдысқа майдалап саламыз. Үстінен майонез, тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін кондитерлік қапшыққа салып, дайындап аламыз. Енді подшуба салатын жинаймыз. Тәрелкеге кондитерлік кальцоны қойып, картопты үккіштен өткіземіз. Бетіне майонез жағамыз. Текшелеп туралған балықты саламыз да бетіне майонез жағамыз. Сәбіз бен жұмыртқаны үккіштен өткіземіз. Әр қабатына майонез жағамыз. Ең соңында қызылшаны үккіштен өткізіп, бетін майонезбен әсемдейміз. Ал сіз подшуба салатын қалай жасайсыз, пікірде қалдыра кетіңіз. Әсемдік үшін жұмыртқаны әдемілеп кесіп аламыз да салатымыздың бетіне қоямыз. Міне әдемі әрі дәмді подшуба дайын. Мерекеде бірінші болып таусылады. Егерде видео рецепт ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.